Саламатсыздар ма? Бастайық. Бүгінгі біздің тақырыбымыз HTML де скрипт қолдану. Скрипт деген не? Бірінші есімізге түсірейікші. Жалпы скрипт туралы бізде түсінік бар ма? Скриптонитке қатысы жоқ оның. Бірден айтып қойайын, подсказка, я. Скриптқа да қатысы жоқ. Скрипт деген не? Дұрыс айтасыңдар, скрипт деген бізде сценарий, я, алдын ала орындалатын, немесе скрипт термині құжатты жүктеу кезінде немесе кейінірек орындалуы мүмкін клиенттік сценарийлерді қамтитын HTML түзету тілі екен. Нақтырақ айтқанда JavaScript ол сценарийлерді құрады және интерактивті, имперактивті және функционалды стильдерді қабылдай алады. Яғни интерактив деген қолданушы мен сайттың арасында диалог құру мүмкін, жалпы байланыстыру мүмкін, қолданушының іс-әрекеттеріне қарай жауап беру мүмкін деген секілді сценарийлер. Яғни HTML беттерінде сайт функционалдылығы мен сайтқа кірушілердің байланысу мүмкіндігін арттыру үшін қолданылады екен скрипт деген. Түсінік пайда болды ма? Бұрын соңды естіп пе едік JavaScript деген сөзді? Я естідім. Жақсы. Бүгін естіп қана қоймай, қолмен ұстап та көреміз. Енді ең негізгі скриптілер және оны сайтта қалай қолданатынымыз. Мынау жоғарыда тұрған тег бізде сайттың ішінде, яғни HTML құжатының ішінде скриптілерді жазуға мүмкіндік береді. Яғни скрипт тегі ашылады, ол жұп тег. Ашушы тегтің ішіне type деген атрибуты қосылады. Оның мәніне text/javascript, яғни біз қазір жазған мәтінімізді JavaScript ретінде қабылдау керек екендігін көрсетеміз. Және осы ашушы және жабушы тегтердің ортасында мына жерде көріп отырған 5 скриптіміздің біреуін қолданамыз. Яғни бұл мектеп бағдарламасында берілген негізгі скриптілеріміз. Енді соларды қолданып көрмейміз ба, я? Неге отырық? Alert, promptity, confirm, document, write. Жақсы, бастайық. Апыр-топыр бастап кетейік, ештеңе қарамай. Содан кейін айнымалы енгізу мен қолдануды өтеміз. Ол үшін біз алдындағы біздің сайтымызға кірейік. Біздің сайт қайда еді ол? Сайт 11.12. Сайтымыздың қазіргі түрі мынадай. Алдында соңғы рет кеше CSS қолданып едік қой. Так, оның HTML-ін ашайық. Болды ғой, міне, ойбай, міне. Бітті, ашық қойдық. Қандай керемет, мысалы, табан астында. Бұның еще CSS бар етін. CSS файлына пока что тиіспейміз, ол бізге данный момент керек емес. Ол файлмен байланысып тұра берсін, или құртайықшы бұны вообще. Стиль деген бізге қазір данный момент қажет емес. Бұны вообще түбімен файлдардың арасындағы байланысты үзіп жіберсек болады. Және мына жерде бізде CSS деген сөз керек емес. Біз бүгінгі өтетіміз скриптілер. Яғни скрипт, JavaScript немесе бірден JavaScript деп жазып қойын. Оп, JavaScript. Әдемі ғып жазып қойық. JavaScript. Әдемі ғып жазу үшін бізде фонт тегі қолданылады. Немесе бұны ішіне қолдануға болады, сыртына қолдануға болады. Разница жоқ. Фонт тегі. Ой, мен ішіне қолданып атыр едім ғой. Оны қазір әдемелейді. Жабушы тегте қандай символ болушы еді ашушы тегтен айырмашылығы? Слэш па? Слэш дәл солай. Енді бұған знак қосылған. слэш, я дұрыс бөлетін сияқты знак деген слэш. Color тең сұмдық әдемі ғып жүрмейміз ба? Мәсаған, сұмдық әдемі болды ма мысалға? Одан да сұмдық әдемі қылу үшін біз оны тағы да қайда мысалы, мінекей Word бір шрифт, әдемі шрифт қойып қоймаймыз ба? Елдің бәрі көріп таңғалатындай. Қайда ол мысалы? JavaScript дегенге. Вообще басқа нәрсемен айналысып кеткен сияқты емеспіз ба? Негізі сезілмей ма сендерге? Forte деген шрифт бар екен. Сондай сияқты негізі кішкене. Байқалып жатыр ма? Қаріп болса, алдыңғы сабақта айтпап едім қаріпті ауыстыруды. Face деген атрибут арқылы қаріп ауыстырамыз. Соны ұмытып кетіппін да. Міне, JavaScript қандай көркем болды мынау, қандай көркем тамаша. JavaScript. Екеуін екі түрлі цветпен жазып кетсек, мүлде басқа жаққа кетіп қалған сияқты болып қаламыз, я? Неге соны жасамасқа?
Ол деген жылдам ғой. Мына жердегі JavaScript'in скриптін мына жақта өшіріп тастаймыз да. Мына жақта Java'ны өшіріп тастаймыз. Оп. Сөйтеміз де екеуіне екі түрлі цвет береміз. Неге осылай жасамасқа? Мына екеуі екі түрлі жолда қазір. Себебі сыймай қалды ма? Жоқ, себебі екеуі де бізде H1 мен жазылған. Бір фонттың өзімен неге жазбасқа соны? Біз H1-лер лишний. JavaScript. Әдем болды ма? Өте келмейді. Тартымды кішкене. Жақсы. Әрмен қарай жылжып кетейік. Так, әрмен қарай скрипт туралы айтып атқанбыз. Скриптті қосуға арналған тегті кім айтады? 1 минут ағай. 1 минут деген ұзақ. Одан жылдам айта алатындар бар ма? Безвкусный деген мен ғой. Yellow деген болмайды екен. Айтайықшы, одан жылдамырақ. 1 минуттан жылдам айта алатындар бар ма? 1 минут шыдай алмаймыз біз. Ол не ағай? Не ол не? Скриптті қосуға арналған тегті айту керек бізге қазір. Скриптті қосатын тег қандай еді? AMG ма? Ой, жаңа ғана көрсеткен жоқпын ба слайдта. Скриптті қосуға арналған тег скрипт деп аталмай ма? Иә? Скрипт деп аталады. Енді тауып едім кітаптан. Ау. Кітаптан енді тауып едім да. 1 минут деген сол екен ғой. Так, оны біз head'тің ішіне жазсақ та болады, body'дің ішіне жазсақ та болады, одан ешқандай ештеңе өзгермейді. Және де алдыңғы сабақтарда айтпай кеткен бізде Markue-ның тағы бір қасиеті бар, оны ұмытып кеткен екенбіз ғой. Бірақ ол енді бізге бүгінгі сабақта деп тұрып жазып қоймайын ба, бүгінгі сабақта. Так, Markue. Бәрі жақсы болады, уайымдамаңдар. Markue. Так, енді скрипттің бағана қандай түрлерін өттік, кім айтады? Қанша түрі бар дедік? Айтайықшы кәнеге, ұялмай. Қанша түрі бар дедік скрипттің, біз білуіміз керек. Бағана кестемен көрсетілген ба? Иә. 5 түрмеді. 5 түрімен танысамыз дедік. Оның ішінде негізгісі 4-еу. Қазір олармен танысамыз. Так, мен пока болмайтын бір дегенмен айналысып жатырмын. Байқасақ, иә. Өте болмайтын нәрсе. Мынандай, мысалы. Бүгін скрипт жасап үйренеміз. Бегущий строкаға түс беруді алдында айтпаған етімін. Есімде енді түсті. JavaScript'тің алдында бізде слэштер қаяқтан пайда болды? Мына слэштер қаяқтан пайда болды? Бір жерге бір артық слэш жазып жібердік қой деймін, иә? JavaScript'тің алдында тұр еще міне. JavaScript'тің алдында. Мына жаққа жазып жіберіппіз ғой. Бәсе. Болды, енді әдемі. Бүгін скрипт жасап үйренеміз. Кеттік. Ендеше, ең бірінші скриптті head'тің ішіне жазайық, және head'тің ішінен қазір артық нәрселерді құртайық. Title тұр енді. Бүйтіп арасын ашып қойында, мына жерге скрипт деген жазайын. Скрипт. Капспен жазбай қойшы. Анағырақ оқылсын. Так, скрипттің ең бірінші alert деген түрін үйренейік. Alert. Мынау скрипттің ішіне, кстати, type жазуымыз керек еді, не? Type тең текст слэш JavaScript беді. Я JavaScript. Бұл командалардың барлығы бізде слайдта бар. Міне, script type, JavaScript. Мынау тег, және де мына жердегі командаларды қазір орындап көреміз. Және қазір жасап болғаннан соң, осының барлығын скриншотын тоже слайдқа қосып қоям. Сонымен бұйыртса бәрі жақсы болады, уайымдамаңдар. Так, кеттік. Алерттен бастайық. Бұл жерде уже мына скрипт тегінің ішінде біз Java тілінде жаза береміз. Мына скрипт тегінің атқаратын қызметі сол. Осы тег ашушы және жабушы тегтің арасында орналасқан ақпарат Java тілінде жазыла береді. Так, alert. Alert деген сөздің мағынасын білеміз бе? Внимание деген сияқты емес пе? Или қалай тағы да. Alert сәлем дей салайшы мысалға.
бұл қалай жұмыс жасайды екен? Мына страницаны обновить етем, мұқият болайық. Не байқадық? Сәлем деген бегущий строкаларға дейді да. мына жерде Сәлем деген сөз шықты. бұны былай айтады, всплывающее окно дейді. Я оны қазақша не деуші еді? Всплывающий дейді, жүзіп шығатын дей ма? Жарайды. Сәлем мәтіні бар және окей батырмасы бар, терезе құрылды. Алерттің анықтамасында дәл солай. Яғни ол окей батырмасы бар терезе құрады. Хабарламамен модальді, яғни диалогтық терезені шығарады және пайдаланушыны окей батырмасын басқанша күтеді. Біз мынаны басқанша күтеді. Басқаннан кейін барып біз сайтқа өтеміз. Түсіндік пе? Керемет. Түсінсек, әрмен қарай неге жалғастырмасқа? Әрмен қарай келесі бізде мынаны өшіре тұрайын пока что, или ол тұра берсін. Так, confirm көрейік. Confirm не істейді екен? Өшіре тұрайық, кстати, бір-бірінен ажырату үшін. Жаттап алдық қой, жаңағы алерт бізде қандай батырма шығарушы еді? Қандай батырма шығарушы еді? Окей батырмасы бар еді, не? Я, окей батырмасы бар, диалог терезесін ашатын. Мына конфирмді қазір мұқият болайық. Бағана бір-ақ кнопка болған, окей деген. Ал қазір бізде 2 кнопка бар. Окей және отмена батырмалары бар, диалог терезесін құрады. Байқадық па? Бағана тек бір-ақ кнопка еді, қазір бізде уже 2 кнопка бар бізде. Және бұның окей басқан жағдайдағы мәніне шарт қолдансақ болады. Яғни бұл бізге, по-моему, true немесе null қайтарады. Отмена десек null қайтарады, окей десек true қайтарады. Оны бірақ қайтаратын мәнмен жұмыс жасау үшін біз шарт құруымыз керек. Егер confirm тең, мысалы оны бір айнымалыға теңестіріп аламыз ғой. True қайтарса деп шарт құруға болады, бірақ біз шартты мектеп бағдарламасында жоқ, демек ұбт-да да ол болмайды. Сол себептен де біз осымен шектелеміз, бұның анықтамасын біліп алуымыз керек. Демек confirm бізде 2 батырмадан тұратын question, сұрақ қойылған терезесін шығарады. Ok, cancel. Ok батырмасын басқанда true және cancel, escape басқанда false нәтижесі шығады. Яғни null емес, бұл false қайтарады екен. Ал nullды қайтаратын бізде prom-pt етін, по-моему, шатаспасам. Я, prom-pt null қайтару керек. Так, айырмашылығын жаттап алайық. Алертте бірақ окей деген батырма болды. Confirmда окей және отмена батырмалары бар хабарлама терезесі шықты. Міне мынау жазған мәтініміз қайда шығатынын да білген маңызды. Себебі ондайда бізде сұрақ келіп қалуы мүмкін. Сол себептен де мұқият болайық. Так, ары қарай кеттік па? Кері байланыс берейік, жалғастыра аламыз ба? Кеттік. Так, мынаның head'тің ішіне жазылатынын көрсетіп тұрып, бүйтіп жақындатайын да. Қалғанын head'тан басқасын бүйтіп алыстатайық. Мынау бөлек head'тің ішіне жазылып тұрғанын көру үшін. Так, скрипт кетті, мына бізде қазір не жазып жатыр? Confirm жазып жатқанбыз. Confirm бітті. Енді prom-pt жазып көрейік. Prom-pt деген бізде не істейді екен? Prom-pt негізі басқалары, бағанағылар бір ғана аргумент қабылдаса, prom-pt 2 аргумент қабылдайды. Яғни 2 мән жазуға болады үтір арқылы. Жазып көрейік. Мәтін бізде тырнақшаның ішіне жазылады. 1 үтір 2 дейін. Сақтаймыз. Окей, не байқадық? Так, екі зат пайда болды ғой, бір және екі. Екіні өзгерте алмайшы? Бұл жазу жолағы. Бұл жазуға арналған жолақ. Яғни, бұл жазу жолағы бар, диалог терезесін құрады екен. Яғни, окей және отмена батырмалары бар, жазу жолағы бар, диалог терезесін құрады. Және бұл жердегі жазған екінші аргументіміз біздің барды да мына жазу жолағына барып тұрып қалды. Қайттан қосып көрейік. Міне, екінші 2 деген сөзіміз барды да жазу жолағына жазылып қалды. Ал біз бұны жазбасақ екіні, бірақ параметр берсек, ол тек қана бізде, міне, тек қана 1 дейді да, жазу жолағы пустой болады. Бұл жазған мәнімізді біз қабылдап, алдағы уақытта қолдансақ болады. Яғни бұл мына мәтінді жазып окейді бассақ, осы мәтінді қайтарады. Отмена бассақ, ол 0 қайтару керек негізі. Түсіндік пе? Енді документ write қолданып көрейік, содан соң барлығын бірге каша қылып қолданамыз.
Так, PromPT бір кеттік. Енді документ write қолданып көрейік. Документ нүкте write. Оның ішіне не жазамыз? Сәлем деп жазайықшы. Документ write өзі аты айтып тұрған сияқты қоя, документке жазады дейді. Мәссаған. Қай жерге жазады екен? Оп, не байқадық? JavaScript алдына сәлем деген сөз шығып кетті ма? JavaScript-ің алдына сәлем деген сөз шықты, иә. Демек, ол документтің өзіне жазып жіберді, сайтқа жазып тастады, мысалы, қарап тұрсақ, ә? Қандай керемет, ә? Тылсым дүние ғой бұл деген. Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ. Ғажап қой мынау деген. Сиқыр ғой. Так, мынаны өшірейін ба? Документ write. Енді бәрін бірге қолданып көрейік. Апыр-топыр бәрін жамыратып, бірінен соң бірін үстіне бірін шығарып тұрып қолданып көрейік. Және қызық болу үшін мен скриптті мынаның бәрінің астына жазсам да болады негізінде. Немесе JavaScript-ің алдына br жазып қойсам, чтобы ол басқа жолға түсу үшін. Әдемі болмай қалайын деп тұр да. Скриптті негізі body'дің ішінде де қолдануға болады. Так, бірінші сәлем документ write-мен бірге алып көрейік. Разница бола ма, болмай ма? Бегущий строкадан да кейін жазып қойық, неқа. Скриптімізді сақтап көрейік. И оп, көрдіңдер ме? Мәтін уже бегущий строканың астына түсті. Яғни ол скриптті head'дің ішінде пайдалану міндетті емес, біз оны body'дің ішінде де қолдана аламыз. Так. Енді бәрін бірге кашақ қолданамыз дедік. Бірақ оған дейін бірінші айнымалы қолдануды үйреніп алайық. Var арқылы біз айнымалыны жариялаймыз. Мысалы, бізге бір айнымалы керек дейікші, бір айнымалы жетеді. A1 деген айнымалын жарияладық, үтірнүкте қойдық. Енді A1-дің теңестірейік. A1 бізде тең болсын PromPT-ға. Яғни қолданушы не жазады, соған тең. Ал PromPT бізден сұрасын. Атың кім десін. Так, демек, атың кім деген PromPT-ға адам жауап береді. Ол жауап берген мән, бұл мән қайтарады ғой бұл, ә? Мысалы, Сержан, Сергей, Сернатурал деген сияқты бірдеңе қайтарады. Содан кейін ол бізде A1 деген айнымалыға тең болады, е? Одан кейін ол қайтарған A1-ді біз қалай қолдансақ болады? Біз alert confirmнің ішіне де бірдеңе жазсақ болады. Alert қолдана салайықшы, confirmмен басымызды ауыртпай. Alert деймізде сәлем. Так, одан кейін сәлемнен кейін өтір қойық. И плюс A1 дейік. Сәлем дейді да, мына адамның қайтарған мәні. Яғни бұл атын жазады, сол аты A1-ге тең айнымалыға. Сәлем дейді да, атын қайтарады. Түсініп отырмыз ба? Одан кейін документ write қолданайық. Документ write қайттан. Мынау сияқты қып бірдеңе жазайық. Сәлем емес, қош келдің деп қойық та. Қош келдің қасқырдың апанына мет, қандай сөйтіп жазып қойық. Так, қолданып көрейік енді. Мәссаған, не болады екен, а? Интрига ғой мынау деген. Оппа, атың кім дейді? Атым Сергей, мысалы. Окей басам. Сәлем Сергей дейді. Көрдік па? Одан кейін тағы окей басам. Документтің ішіне қош келдің Сергей дейді. Мәссаған. Мұнан бәрін басынан скриншоттау керек қоя. Бұны бүйту керек, мысалы. Бүйтеміз, мысалы. 1-2 деп тұрып сақталмаймыз ба? Мұнан кодын бөлек скриншоттаймыз. Бізге бұл қажет. Мұны скрипттің ішіне. Бүйтеміз да. Бізге керек па скриншот өзі? Бірінші соны біліп алайықшы. Керек болса жасайық. Керек болмаса не істейміз? Ау. Қиын болмаса жіберіңіз дейді. Қиын емес, просто уақыттарында алады ғой дегенім. Міне скрипт кетті. Одан кейін біз жаңа мына үшеуі жеке-жеке орындалмай ма? Мынау орындалады, мынау орындалады, мынау орындалады. Оны жеке-жеке жазайық. Бірінші, екінші деген сияқты. Бір надпистер жазып қойық. Мысалы, бірінші, одан кейін жеке-жеке. Мына жерге бір сурет қоям қазір, мына жерге екінші сурет қоям. Мына жерге мен қазір үшінші сурет қоятын ниетім бар негізі. Так, енді олар жеке-жеке скриншоттайық. Мына атың кім деген жерді бүйтіп жазып қойын. Атың кім деп шығады екен. Біз жерге бүйтіп жаздық деп қойын. Енді бұны скриншоттайын. Мынау бізде бірінші скриншот. Мына жерге оқып қойық. Міне бірінші мынандай шықты деп, ретімен. Керек па осы мысалы бізге?
Неге керек емес? Жалпы Мысалы, керек. жалпы керек, конечно. Міне, бірінші былай шықты дегенді білдіріп тұр да бұл сонда. Окейді бастық. Сәлем деген мынау шыққанын білдіріп тұр. Екінші бізде іс-әрекет. Енді сабақ біткеннен кейін есімізге түсіру үшін қажет қой, мысалы. Екінші былай шықты дейді да, мысалға. Екінші деп қойық. Жирный кішкене үлкейтіп, мысалы, міне. Екінші мынау шықты. Үшінші не шығатыны қызық болып тұр ма? Үшінші кішкене үлкен скриншот болайын деп тұр. Окей, үшінші бізде былай шықты. Оп, үшінші мынау бізде шықты. Осы слайд сақталады. Және жіберіледі. Для себя жасап отқан жоқпын, если что, я. Так, түсінікті болды ма? Міне, бірінші мынау орындалады екен. Өйткені ол бізде бірінші тұр, я, промпт. Оған жаздық, окейді бастық. Одан кейін екінші мынау орындалады екен, сәлем деп. Одан кейін үшінші документ райт орындалып, ол сайтта қош келдің Сергей де қалады екен, Так, сақтадық, мысалы, жеңдік. Алақай жеңді. Алақай, неткен жеңіс. Жетістік. Так, енді айнымалыларды қолданып үйренейік. Айнымалыларды қалай қолданамыз? Айнымалылармен бір-екі махинациялар бар, білуіміз керек. Мұнан бәрін өшіп тастайын, мысалға. Var дейінде екі айнымалы енгізейінші, мысалы, A2. Дәл Python'дағыдай, мына екі айнымалы енгіздім, A1, A2 деп, мысалы, A мен B дейін, мысалы. Неге соны жасамасқа? A мен B деп істегім келіп тұр. Так, A тең дейінде бір мән берейін, мысалы, 3. B тең 5. Одан кейін alert A плюс B. Не береді, қалай ойлайсыңдар? 8 мәніндері ма? Қалай? 8 мәнін қайтара ма? 8 мәніндері ма? Иә. Білмеймін, неге көрмеске соны. Міне, былай береді екен. Значит, оны біз қалай скриншоттаймыз? Мәссаған, қиын болайын деп тұр ғой. Так, бүйтіп астыға неге түспеске? Міне. Бәрібір қызық емес. Жеке-жеке скриншоттау керек болды. Скриптті оп деп алайын да. Мынау команда. Тоже керек болса ғана скриншоттайын, керек емес болса, керек емес, мысалға. Айнымалы енгізу және қолдану. Мынау біздің кодымыз, мынау оның нәтижесі. Міне былай шығады екен. Пайдалы ма? Мынадан мынау шығады деген сияқты, Бұндай біздегі бірнеше махинациялар болады. Бірінші махинация етін. Қазір екінші махинация. Түсіндік па не болған? Айнымалыларды енгіздік та. Содан кейін бұл айнымалыларды біз бір-біріне қостық алерттің ішіне. Алерт бізде есептеп шығарып берді. Алерт сонда Python'дағы плюс сияқты жұмыс не сияқты, print сияқты жұмыс істейді екен. Сұрақ бар ма осы айнымалылар мен махинация жайында? Сұрақ жоқ. Жоқ. Керемет. Ендеше тағы да бізде екі айнымалы бар. Бірақ енді мынау өте қызық болайын деп тұр. Ең алғашқы жылы ұбт-да, так өтірік айтпасам, Наурыз ұбт-сында оқушыларға мектепте өтілмеген бір сұрақ кепті. Ол сұрақ мынандай болыпты, мысалы. А тең 3-ке депті да А плюс плюс депті. Сөйтіпті да неяқа А-ны шығарыпты. Бұны вообще миымызды ашытпас үшін ала тұрайын. Мәссаған, не болмақ сонда? 3 сонда 2 рет қосылады деген сөз ба? Жоқ. Көрейік не болатын. Қарандаш, не болды? 4 болды. Қалай болды сонда? Бір қосылды сонда 3-ке. Бір қосылады екен. Плюс-плюс деген жай ғана бір қосады. Қызық па? Оны негізі Python'дағыдай циклдың ішінде қолданған дұрыс. Циклдың ішіне A++ десең, каждый раз A-ға бір қосылып, A өсіп отырады сонда. Мынау біздің скриптіміз, мынау оның нәтижесі. Неге осылай бүйтіп жасап отпасқа скриншот, Әрине. Неге біз соны істемейміз? Так, жақсы. Тағы да қандай махинация істесек болады? Тағы да осы айнымаларға қатысты бір махинация істеп көрейік. Минус бар ма? Минус. Жақсы сұрақ сенде. Қаяқтан таптыңдар ондай сұрақ? Сақтайық. Так, мынаны окей басайын. Не болды? 2 болды. Минус деуге де болады екен, А если 3 минус болса сонда қалай болады? Бәрібір сондай ма? Біраз айтыла тек. Мен мынаны бүйтіп қоя салайын, Содан кейін жасайын. Жақсы сұрақ дегенге шли
есіріп кеттім. Мынау қатты жақсы сұрағым. Бірақ иә, дұрыс, логично, олай да. Кеп қалса ше, мысалға, иә. Кеп қалса не болмақ сонда? Онда жасап Сол көрейік. Тегін ғой, жасап көре білмейміз ба. Жақсы, ол да ойынға негізі. Дұрыс келді. Негізі осындай нестандартный мышлениясы бар адамдар осындай сұрақтардың арқасында біраз нәрсеге жетеді негізі. Ақиқатқа, иә. 3 минус қой дедің ба? Или 3 плюс қойшы, иә, анау жоқ болып кетсеші тағы. 3 плюс қойықшы, не болады екен. Мәссаған. Бәрібір сол бір қосылды. Мә, 4 плюс қойын. Шықпай қалды. Мәссаған, шықпай қалды. Қате екен. 3 плюс қойып ем, хотя бы шығып тұр міне. Негізінде ереже бойынша 2 плюс қана қойылады. Ол бір санға өсу үшін. 2 плюс қойыл, то есть 3 плюс қойылғанда енді байқамай оқып қойған шығар оны. Негізі оны оқымау керек еді. Демек, біз мына жерде қазір не қостық? Айнымалылармен не істедік? Екі айнымалын бір-біріне қосып көрдік. Аз айтсақ та, көбейтсек те, бөлсек те дәл солай негізінде. Одан кейін айнымалыны плюс-плюс деген командамен таныстық. Одан кейін мына жерде диалог терезесін құрдық. Диалог ұйымдастырдық. Ол бірінші сұрады атын кім деп. Біз атымыз жазып ек. Сәлем деді да бізбен амандасты. Документ райтпен сайтқа қош келдің деп тұрып жазып берді. Өте жақсы мысалға. Өте орынды, иә? Скрипттерді қолдандық. Тағы енді бір общий жалпылама бір сұрақ болсын мысалға. Логикалық сұрақ болсын. Асықпай жауап берейік мүмкіндігінше. Ойланып бірден дұрыс жауап айтайық. 9. Қоя тұр, ештеңе жазған жоқпын ғой. Бәрі жақсы болады қазір. Ал, не болмақ сонда? Не шығады экранға? Асықпай ойланыңдар. Тоғыз шығады жарай. Жоқ, 11 шығу керек вроде. Асықпай ойланып жауап беріңдер. Примерно айқайлай беру жоқ. Бәрі келісе ма? Төрт. Солай ма? 11 шығатын секілді ме деп қоям да. Мен бүйтейінші, кішкене қызығырақ қылайшы. Мынаны үлкен сан қылайшы мен. Міне енді қызық болмақ мысалға. Енді айтыңдаршы ойланып. Анау қызық болмай қалды жа. Енді қызық болады. 15. 14. Не үлкен сан айтып жатсыңдар? Мынау ше, 9 ше. Қалай ол 9 шығып кетті? Бәсе қалай? Қарандар, А3-ке тең. Бізде ол сызықтық түрде орындалады. Бірінші мынау орындалады да А3-ке тең болады. Мынау орындалады, бұл 7-ге тең деп сохранить етіледі. Мынау не болады қазір? Қосылған 1. А-ның жаңа мәні қанша? 3-де 4 болып кете ма? А-ның жаңа мәні 4. 4 болса ұқсап тұрайын. Б-ның жаңа мәні дейді. Б-дан А-ны азайт дейді. 7-ден нені азайтам? 4-ті. 3 болды ма Б? Иә, бір сан артып кетеді жаңа мен. Так, содан кейін астындағы амалдар. Бірінші қайсысы орындалады? Көбейту. Нәеки 4 пен 3-ті көбейтеміз. 12. Одан 3-ті азайтпаймыз ба бана? Шықты ма? Иә. 21 деп атқаныз. Диас тыңдап атсың ба негізі? Алло, Диас осындасын ба? Аха, тыңдап отырмын. Қайдан білейін? 21 деген түсінбей қалдық. Или ол келесі есептің жауабы ма уже? Так, түсіндің ғой, көрсеттім қазір ғана. Естілді ма, көрінді ма? Иә, аға көріп. Содан кейін алло деп атырмын ғой, қалып кетті ойдым деп видео. Видео кешігіп, сет ұстамай, ондай болып кеткен жоқ па? Бұл скриншотта бізге естілмейді. Алло. Біреу что-то микрофоны фонит етіліп, бір түрлі болып шықты. Өте қызық есептеген. Әрине. Жақсы.
Біз алдында HTML-ды аяқтадық, одан кейін CSS-ті аяқтадық. Бүгін міне Java-ны аяқтадық. Сонымен, оның бәрін не үшін айтып жатырмын? Міне Java-да біраз нәрсе көрдік. Так, негізін алар жеке-жеке көру керек пе еді, иә, қалай шығатындарын. Или былай да түсінікті ма? Түсінікті жалпы былай да. Былай жеке-жеке әрқайсысының скриншотын алерт бүйтіп істейді, промпт бүйтіп істейді деген сияқты суреттер керек еді негізі бізге. Сонымен айналысамыз ау деймін қазір. Әрқайсысын жеке-жеке. Айнымалыларды даже кейінге қалдырып. Қандай ретпен өттік, сондай ретпен қойып берейін. Ол бізге керек болады. Содан кейін барып, немесе біз квиз жасап отқан моментте сөйтейін, біз қазір толықтай осы тақырыпқа квиз жасаймыз. Мен слайд істеп отқанын көріп зачем, Бағана айтып көрген шығармыз. Осы тақырыпқа байланысты квиз. Так, көрініп тұрса айқайлайық. Көрініп тұрған жоқ. Мұнда тыныш отырамыз ғой, значит. Көрініп тұрса айқайлаймыз. Так, HTML-ге қатысты өте үлкенін тапсырсақ болады. Толықтай HTML-ді қамтитын немесе толықтай қамтымайтын кішкентай квиз жасасақ болады. Бізде хотя уақыт бар. Шамамен 20 минуттай бар. Сол себептен де біз толықтай HTML, CSS, скрипт бәрін қамтитын квиз жасаймыз. Немесе жеке-жеке жасағыларың келе ма? Скрипт бөлек, CSS бөлек және HTML бөлек. Бөлек. Бәрі бар. Разница жоқ қой. Бәрі бірге каша Олай болса. өте. Кет, ендеше каша болса болсын. Так, сілтемені. Мынау просто жауып тастаған себебім экранды қазір дұрыс жауаптар көрініп тұр да. Енді экранды аша беруге болады. Ап, бәрекелді міне. Қош келдіңдер. Көрінеді ме? Иә, көрініп тұр. Міне сілтеме кетті. Сілтеме бізде чатта. Чаттан сілтемені алып, апыр-топыр квизді бастап кетейік. Немесе болмаса бәріміз бірге жамырап жауап берсек болады. Ондай жағдайда бірақ продуктивті жұмыс болады деп айтамайым. Тек 1-2 адам жауап береді, қалғандары үндемей отырайын деп тұр ғой. Көлеңкеде қалып кетейін деп. Сол себептен әрқайсымыз өзіміз крик 1,5 минуттан кейін ровно өзі басталып кетеді. Менің қатысым жоқ. Таймер артқа қарай кетті. Ал мен әзірше қайтадан бағанағы кіріп қойғаннан кейін экранға қарап отыра берсеңдер болады. Бағанағы то есть скрипттарды мен қайттан жасап шығам. Әрқайсысын жеке-жеке. Результатымен бірге, естественно, Опа, біздің сайт міне емес па, біздің сайт. Оп, и міне. Так, бұның әрқайсысын жеке-жеке алерт жазайын. Анау басталғанға шейін уақытсыз. Алерт не істейтін еді? Есімізге түсіріп отырайықшы. Алерт не істеуші еді? Шығарады. Ок батырмасын жаңа. Ок батырмасын. Ок батырмасы бар. Диалог терезесін құрама. Иә. Ок батырмасы бар, диалог терезесі. Оп. Ойбай. Мен скрипттің ішіне жаздым ба, не өп кетті? Сыртына жазып таппын ғой скрипттің. Бәсе. Сондаймын мен. Скрипттің ішіне жаздым. Алерт. Ок батырмасы бар. Оп. Мінекей. Мынау бізде скрипттің өзі, мынау нәтижесі деп. Бөлек қойын. Так, басталуға сәл қалды. Жылдамдатып крик. Өте пайдалы болайын деп тұр. Ал кетті. 2, 1, 0 басталды. Ал бәріне сәттілік. Параллельда маған да жауап беріп отырсақ болады. Алерт кетті. Confirm. Не істейді? Атмена батырмасын шығарама. Екінші айын. Және атмена, иә? Так, оп, міне ок және атмена бар. Есть такая буква. Слайдты міндетті түрде сұрап алайық. Қазір жіберем. Куратордан сұрайық, слайд жіберсін. Кешегі сабақтықын алдық па? Иә, келді ғой вроде. Вроде болмайды, нақты айтыңдар. Келді ау.
Әлі де уверен емеспін. Уверен айтайық та. Промпити. Так, промпитиға 2 1 1 дейін да жазу жолағы дейін. Бір сұрақ. Тақырып. Жазу жолы. Так, бұл да бізге қажет. Түсініксіз сұрақтар болса сұрайық квиздің ішінде. Квизда түсініксіз сұрақ болса сұрайық. Мынаны айтқан жоқсыз ғой дейтіндер бар ма? Ой, не істедім. Ағай мәтінді делмен өшірем, а? Мәтінді өшіргенде ол мәтіннің үстінен сызат дейл. Өшіру деген сол шығар, үстінен сызу, я. Өшіру. Дел. Мәтіннің үстінен сызу ғой үшін. Үстін болғанда өзін сызып тастайды бүйтіп, өшіреді, я, дұрыс айтасыңдар. Аха. Документ write. Не істейді документ write айтыңдаршы. Сайттың ішіне жасайды. Сайттың контенттік бөліне жазады, дұрыс айтасың. Өте дұрыс жауап. Түсініксіз сұрақ бар ма? Сұрақ? Сұрақ жоқ. Керемет. Так, бұдан кейін бізде сабақ бар ма? Бар, я. Жақсы, мынаны точно қазір сабақтың соңына дейін бітіп үлгермейміз, бізде тем более уақыт болып қалған екен. Қазір былай, сұрақ болатын болса, квизді 1 минутқа қоя тұрып сұрақ қояйық. Я, еще шығарып жіберді Нұртасты. Сұмдық-ай, қайттан кірсең болады негізі. Кімнің бос уақытысы бар, сол квизді жасап отыра берсе болады. Мен квизді жаппаймын, квизді аяқтамаймын. Квизді келесі сабақта талқыласақ болады, ол менде сақталады міндетті түрде. Дәл қазір қалған уақытымызда, егер біреуде сұрақ болатын болса, сұраққа жұмсайық. Тақырып бойынша немесе тақырыпқа қатысы жоқ сұрақ болса да. Егер ешкімде сұрақ жоқ болатын болса, сабақ аяқталады, бірақ квиз қалады. Тыңдап тұрмын. Сұрақ бар ма? Бір клубника басын шайқап жатыр. Жарайды. Квиз аяқталмайды. Жоқ, квиз тұра береді, Нұртас, квиз до конца болады, я. Ал сабақ аяқталды, сау болыңдар.